Сәлем, бұл керемет кино каналы. Бұл киноның аты «Борьба со льдом» деп аталады. Я убью его. Болған оқиғаға негізделген кинода екі ер адам полярда жоғалған экспедициядағы адамдарды іздеуге аттанады. Оқиға Гренландиядағы 1909 жылдан басталады. Мына жерде ер адамдарды иттері қар үстінде сүйретіп келеді. Шананы Айнар Микельсон басқарып тұр. Ол үсіп қалған досын лагерге әкеле жатыр. Ол жақтағы адамдар оны үйіне кіргізіп, үсіп қалған аяғына ампутация жасайды. Оның жан айқайы жерді жарып жібере жаздады. Кейін олар Рождествоны тойлайды. Сол кезде капитан тілек айтады. Оның сөздерінен жоғалған экспедициядағы адамдарды іздеп жүргендігі белгілі болады. Яғни Мюррей Эрисон деп аталатын адамды іздемекші. Олар сол бұрынғы экспедициядағы адамдардың картасын тауып алған еді. Енді олар сол карта арқылы жүрмекші. Капитан, мен жаныма бір адам алмақшымын дегенде, қауіпті жолға ешкім барғысы келмейді. Таңертең Иверсон деген жігіт сізбен бірге барам деп капитанға хабарлайды. Бірақ алғашқада капитан оны бірге алғысы келмейді. Сөйтіп аяғына ампутация жасаған жігітте капитанға жас жігітті өзіңмен алмай-ақ қой дегенде, капитан жас жігітпен бірге барамыз деп шешіпті. Келесі күні олар жолға шығар алдында естелікке фотоға түседі. Енді олар жарты жыл бойы қақаған суықта экспедицияға аттанбақшы. Сөйтіп олар екі шанамен иттерімен жолға шығады. Солайша кеш батар кезде тауға әзер дегенде көтеріледі де сол жерге палатқа құрады. Сол кезде Иверсон жоғалған адамдар туралы газеттен оқыдым дегенде Айнар шамды сөндіріп тастайды. Келесі күні жоғалған адам капитанның досы екен. Алдыңғы экспедицияда жоғалған адамдардың біреуі үсіп қалған майытты тапқан, ал қалған екеуін ешкім білмейді. Сөйтіп келесі күні Айнар жігітке қарды ерітіп, шананың аяқтарына жақса тез жүреді деп үйретеді. Бірақ бұл істерімен қиыншылыққа тап болып, иттерді дер кезінде тоқтата алмай, шаналары құлап біраз тамақтарынан айырылады. Соңында Ивер жақсы көретін иті құздан құлап бара жатқанда құтқарайын деп еді, жібі үзіліп кетті. Осы үшін капитан жігітке ережелерді сақтамаған үшін ашуланады. Келесі күні олар мұзды таудан жерге түседі. Экспедицияның 48-ші күні болғанда Иверсон не үшін өмірін қауіпке тігіп жүргенін сұрағанда, карта құрып Гренландия қалай орналасқанын білу керек дейді. Солайша бір дем алып, қолдағы карталарымен жазбаларды салыстырып, әрі қарай жүреді. Сөйтіп олар шаналарын үнемі жоғары көтеріп, не төмен түсіріп қиналса да, төбешікке келіп тоқтағанда капитанның көңіл күйі түсіп кетеді. Себебі бұрынғы экспедициядағы болған адамдардың бір ізі де жоқ. Сосын ол Иверсонды тамақты ысытатын затты сындырдың деп кінәлай бастайды. Сосын Иверсон оны жөндеп қояды. Кейін ол иттердің бірін өлтіріп, жарты етімен иттерді тамақтандырады. Сөйтіп, 84-ші күні олардың азықтары таусыла бастағанда Иверсон өмірімізді аман алып қалайық, кері қайтарық десе де, капитан көнбей қояды. Солайша олар жоғарыдан экспедициядағы адамдар қалап кеткен тастарды көреді. Жанында лагердің осы жерде болғандығын көрсететін қалдықтар мен тастар арасында тамақтар мен бір карта және хат жазып қалдырып кетіпті. Хатта олар өзенді жағалап жүріп кеткендігін айтады. Картада Гренландияны бөліп тұрған ешқандай шығанақ жоқ екендігіне қуанады. Себебі американдықтар бұл жерде емденуге құқықтары жоқ. Сөйтіп, олар қалған тамақтарды жеп, әрі қарай жолға шығады. 132-ші күні тағы бір иттері өліп қалады. Иттің етін қалған иттерге бөліп беріп, бауырын өздері жеп көрмекші. Олар бауыр пісіп жатқанда, суға күміс әшекейді салғанда, түсі қоңыр түске боялған соң, бауыр улы емес деп ойлайды да жеп қояды. Кейін бұл істері дұрыс болмай, құсқылары келеді. Біраз уақыттан кейін Иверсон төленді көріп, атпақшы болғанда иттері үркітіп жібереді. Сол кезде мылтықтың атылған дауысын естіп, лагерге қарай жүгіріп барса, иттері таланып, капитанды аю жұлмалап жатыр екен. Сөйтіп Иверсон бірінші рет атқанда аюдың аяғына тиеді. Келесі оқ жүрегіне тиіп, мұз жарылып, капитанның үстінен басып қалып, суға бата бастайды. Сол кезде капитанды шанаға байланып тұрғаны
құтқарып қалады. Әйтеуір дегенде аман есен су бетіне шығады. Келесі күні Иверсен оянса, капитан шананы от қылып жағып жатыр. Себебі шана енді керек емес. Енді олар жаяу жолға шығады. Алдарында әлі 300 километр жол бар. 164-ші күні олар тастарды үйіп, ішіне картаны және жазбаларды қалдырып кетеді де, өздері судың жағасымен емес, мұздың үстімен жүреді. Біраз уақыттан кейін Иверсен мүлдем шаршап қалғанда, капитан оны сүйрейді. Кеш бата бастаған кезде бұрындары осы жерде келген экспедиция адамдарының жасаған үйін көреді. Ал мына жақта капитан мен Иверсенді танитындар сотта оларды іздеу экспедициясын ұйымдастыру үшін ақша бөлінсін деп сұрап жатыр. 240-ші күні Айнар мен Иверсен үйдің ішінде отыр. Айнар болса бір кеме келіп қалар деп күн сайын дүрбімен қарайды. Бір күні Иверсен сынған патефонды тауып жөндеп қояды да, екеуі ән тыңдап көңілдері көтеріліп қалады. Бір түні капитанға ақаю құлатып, олардың жазбалары желмен ұшып кеткенін түсінде көріп, шошып оянады да, екеуі енді сол қағаздарын қайтарып, алып кетуге жолға шығады. Сөйтіп тастардың жанына келсе, олар шынымен де бұзылған екен, бірақ ішіндегі заттар жоғалмапты. Міне, 471-ші күні олар жаңағы үйлеріне оралады. Қазір қардың көбісі еріп кеткен болатын. Кеше шегелеп кеткен есіктері ашық, және біреу ішіне кіріп, біз сендерді іздедік, бірақ таба алмадық деп хат қалдырып кетіпті. Ал мына жақта айдаладан кемеден жасалған үйді таптық. Олар тірі, сондықтан да әрі қарай іздестіреміз десе де келісімін бермейді. Сөйтіп, 793-ші күн болды. Иверсен аңшылықтан келе жатып, капитан бір нәрсе жазып отырғанын көреді, бірақ ол сөйлесуді қаламайды. Осы кезде капитанның мойнына үлкен жара шыққан болатын. Сөйтіп ол сынған кеменің басына көтеріліп дүрбімен қараса, әуе шарын көріп айқайлай бастайды. Кейін әуе шары жерге қонса, оны басқарған түсінде көрген әйел екен. Бұл шындық емес, тек капитанға елес болып көрініп тұр. Үйде де ол әлгі елестеген әйелді көріп, онымен биді де билей бастайды. Бұл жағдай Иверсенді қатты қорқытады. Бір күні ол пышағын алып, Иверсеннің артынан қуады. Сөйтсе ол өлтіру үшін емес, мойнындағы жарасын алып тастауды сұрайды. Сөйтіп жарасы алынған соң ақыл ойы да орнына келе бастады. Әлгі әйел арасында ғана елестейді. Сол кезде Иверсен әлгі елес әйелді мен де көрдім дегенде, капитан қызғанып, оны ұра бастағанда Иверсен қашып құтылады. Иверсен бұның бәрі елес деп түсіндіріп айтса да, ол қолына қаруын алып қабырғаға бір атады да тынышталып қалады. Сосын Иверсен қаруды сарайға тығып қояды да кешке ас ішуге отырады. Бірақ жейтін тамақтары да қалмады. Сол кезде сырттан бір дауыс естіледі. Олар терезеден аюдың аяғын көріп шоши бастайды. Сөйтіп аюды қорқыту үшін айқайлай бастағанда аю кетіп қалады. 865-ші күн болды. Олар тағы бір шудан оянады. Олар тағы да аю келді ма деп ойлайды да, қаруларын алып жүгіріп шықса, оларды құтқаруға адамдар келіпті. Солайша Гренландияның картасы жасалады. Олар отандарына оралып, құрмет марапатына ие болады. Капитан сол кезде елес болған әйелді шын өмірінде көреді. Фильм соңында шын өмірдегі капитан жаңағы әйелге үйленіп Гренландияда қалған, ал Иверсен болса Арктикаға осы жағдайдан кейін бармаған. Бірақ олар өмір бойы дос болып қалды.